армысыздар, хабар арнасында соңғы жаңалықтар, студияда Зейін Әліпбек. Бүгін атыраулықтар үлкен дүбірлі тойға дайындалды. Өйткені бүгін Медина мейрамханасында Бақтиярдың 30 жас мерейтойы. Тойға шақырылмаған қонақтар өздерінің тілектерін біздің студиямыз арқылы жолдамақ болды. Hello ladies and gentlemen. Ой, құрсын жыртылып ағылшынша сөйлемей қойын. Мен де қарапайым қазақтың қарадомалақ баласымын ғой. Ромадай негізі. Менің президенттік сайлауға үгіт насихат жүргізуге көмектескен жігіттерге алғыс айтқым келіп отыр. Әсіресе Бөкең мен Бақаға. Бүгін Бақаның туған күнімен құттықтағым келіп тұр. Осы сәтті пайдаланып, Бақа 30 жасың құтты болсын. Вашингтонға келсең хабарлас, күтіп алам ғой. Саламатсыздар. Мен тағы да әлемдегі ең үздік футболист сыйлығын алғалы тұрмын. Осы сыйлықты мен үлкен футболға әкелген Бақаға арнаймын. Маған футболды үйреткен Бақтияр. Ал Бақтиярға негізі жездесі Мұстажап үйреткен. Бақан Барселонаға шақырып едім. Сөйтсе ол тойға заказ алып қойып келе алмады. Ал енді не айтам, бар тілекке қосылам. Бақтияр, айналайын, туған күнің құтты болсын. 30 жасын саған 30 түрлі бақыт әкелсін. Туған күнмен, Бақтияр. Менің бүгін давлением көтеріліп, жыным келіп отыр. Өйткені мен алғашқы махаббатым Бақтиярдың туған күніне Бану шақырмады. Негізі Бақаға күйеуге шыққым кеп жүргенде, ол Банумен танысып, Бану оның басын айналдырып алған ба, білмеймін, әйтеуір екеуі үйленді. Қазір Құдайға шүкір, 2 қызы, 1 балдары бар. Не деймін енді, бақытты болсын. Туған күнің құтты болсын енді. Жасыңа жас қосыла берсін. Где-то бір 1982 жылы бір марттың аяғы алғаш терминатор болып түскен жерім сол енді. Атырау облысы, Чапаев селосы. Қазір енді Тұщықұдық болып өзгертілді ғой, өздеріңіз білесіздер. Өздеріңіз білетіндей, терминатор жалаңаш болып түседі. Сол кезде мен Бақтиярдың палзон киін кигем. Көзіме әшкейім, бұтында Бақтиярдың палзон киіп. Сөйтіне керек, енді маған палзон киін негіз сәл тар болды, бірақ соғып киіп алдым ғой. Енді Бақтиярдың да аяғы да сәл ұзын болғанмен жіңішкеген. Сол Бақтияр бүгін 30-ға толып жатыр. Мен оны сол палзон киін әлі күнге дейін сақтап жүрмін. Ана үйге сенгіға шифонердің ішіне іліп қоям. Нұрғалидың келіншегі Алуа Бақтиярға қандай сыйлық әкелгенін ешкімге айтпады. Тіпті ол сыйлықты ешкімге көрсеткісі де келмейді. Ешкімге көрсетпеймін, аламда көк құшамын, аялап алақаным, жолыдар от құшағым. Күнге де теңемеймін, айға да ұстатпаймын, ешкімге сөйлетпеймін, ешкімге ұстатпаймын, ешкімге сөйлетпеймін, ешкімге ешкімге сөйлетпеймін, ешкімге ұстатпаймын. Басқа, бірақ Бақтиярдың ең жақын достарын бірі Тамада Махамбет тойға өтте мықты дайындалды. Больше гламура, и макияжа, и маникюра. Больше гламура, лицо супер и супер фигура. Больше гламура. Тойға қонақтар тіпті Турциядан да асығып жиналуда. Қалай түсінбейсіз? Бармайсың. Тойыңа не бермексің? Барам дедім бе, барам. Шақырған жерге қалмау керек, ұят болады. Не бермексің, айналайын, не бермексің? Қолыңда түгінде жоқ, ақшаңда жоқ, қолыңда беретін. Телефонды берем, подарок қылып. Алло, бармайым деп отыр ғой. Бармаса не болды, өзіміз бар береміз, не істейміз? Ай. Тағы да звондап қоңырау шалып көрші болмаса. Көрейін. Қалай түсінбейсіз, бару керек мен туған күніне, Бақтиярдың туған күніне бармасам. Бармайсың, неңді бересің, неңді бермексің? Тышқа құлағыңда жоқ атайтын.
бармайсың дедім ба, бармау керек қой, болды, бір айтқан сөзді қою керек. Барам мен, барам. Барам дедім, барам. Телефон берем, подарок қылып берем осы телефон. Аямаймын. Алло. Не дейді, бармаймыз дей ма? Бармаса қойсын, өзіміз кете берейікші, құрсын. Қонақтар жиналып қалған шығар. Хабарымызды ары қарай спорт жаңалықтары жалғастырады. Сау болыңыздар.